Қазақта жұма күні кір жууға болмайды деген тыйым бар. Өйткені бұл күні кір жусаң, әруақтарды сабын суға тойдырып қоясың, періштелер кір суы төгілген үйге жоламайды дейді. Жұма күні кір жумау ырымы кей мұсылман елдерінде де кездеседі. Мысалы, кейбір араб халықтарында жұма күнгі сәске уақыты мен жұманың екінші уақытында кір жуған үйден береке қашып, ырзық несібесі тарылады деп сенеді екен. Соған қарағанда бұл ырымның ақиқаттығы басым секілді көрінеді. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұма күні жуынып шайынуды, онымен қоса үстіндегі киімін жуып тазалауға кеңес еткен. Сахаба Ауыс ибн Әубістен жеткен бір хадисте Алла елшісі былай дейді: кімде-кім жұма күні жуынып және киімін тазалап, жуып, жұмаға ертерек шықса, уағыздың не құтпаның басына үлгеріп, жақын отырып құлақ салып тыңдаса, оның әр басқан қадамына 1 жылдық оразаның және 1 жылдық тахажжуд намазының сауабы беріледі. Имам Тирмизи сүнна хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір адам жетісіне 1 рет жұма күні шомылу уәжіп дейді. Бұхара мен Муслим жеткізгенде осылай жеткізген екен. Бірақ жұма күні кір жуыңдар деп міндеттемеген, сондықтан қазақ бұл амалды екінші амалға жеңгізген шығар. Жұма күні көктен періштелер жерге түседі деген сенім бар. Яғни Әбу Хурайрада Расулаллах былай риуаят еткен: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұма күні мешіттің әрбір есігінде періштелер тұрып, мешітке келген намазхандарды жазып отырады. Жұмаға ерте келген адам құрбандыққа түйе алғанның сауабындай сауап алады екен. Кейін келген сиыр құрбандық еткеннің сауабын алады. Үшінші келген адам қой құрбандық еткеннің сауабын алады екен. Төртінші келген адам бір тауық сойғанның сауабын алады екен. Бесінші келген адам жұмыртқа садақа еткеннің сауабын алады екен. Мешіт имамы келген уақытта періштелер амал кітаптарын жауып, имамның сөзін, уағызын тыңдауға өтеді екен. Жұма жинау, бас қосу деген мағынаны білдіреді. Бұл күні мешіттегі адамдар мен періштелер жиналады деп сенеді. Ал жындар кірдің суына үйірсек болады екен. Кірдің суы төгілген жерге келіп одан ішетіні айтылады. Сондықтан мүбәрак күні үйіміздің айналасына кір суын төкпейік деп асыл дініміздің қағидатын әспеттейді ме екен? Әлгі ырымның түп негізі осындай екен. Екіншіден, жұма күні мұсылмандар мешітке бара жатып, не келе жатып, бірінің үйіне бірі барады екен. Сол кезде есік аузында жуылған киімдердің ілініп тұрғаны әдепсіз көрінеді екен. Сол киімдердің ішінде ішкі киімдерде болуы мүмкін. Сондықтан мұндай әдепсіз көріністер көрсетпейік деп жұма күні кір жууды жөн санамады ма екен деп түсінеді екенбіз. Егер сіз бүгін жұма олай-бұлай жүрген жолаушылар үйге келіп қалса, жайылып тұрған киім әдепсіздік болар, жуып жатқандарының үстінен түссе ыңғайсыз болар десеңіз өтімді болмайды. Тәуекел, ешкім келе қоймас деп қолға алған ісін жалғастыра бересіз. Ал әруақтар кір суынан ішіп жиіркеніп қалады десең, бірден тыйылады. Көптеген ырымдардың пайда болуы осындай амалдардан туындады дейтін болсақ, онда бұл сенімді де соған жатқызғанымыз жөн. Бір сөзбен айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұма күні жуынуға, кір жууға міндеттемегендіктен осы күннің ұлылығына құрмет үшін осы тыйым қалыптасқан болса керек. Ақпарат ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.